Саламатсыздарбы студенттер. Бүгін біз сіздерге Microsoft'тың өнімі онлайн тақта whiteboard таныстыратын боламыз. Осылай whiteboard деп жазсақ, шығады. Microsoft'тың сайтына кіреміз. Кірген кезде бірінші болып сразу осылай открыть whiteboard деген басамыз. Осылай енді тіркеліп тұр. Тіркелгенде Google аккаунтпен тіркеле бересіздер. Осылай жаңа тақта ашуға болады. Өте қарапайым платформа. Ішіне кіріп қарасаңыздар, мозговой штурм, решение проблем дейді, әртүрлі нелер берілген, стикерлер. Ішіне біреуін таңдап көрейік. Қоямыз, мына жерден өзгерте береміз. Және де дайын тақтаға да кіруге болады. Мысалға алдында жасағанымыз онлайн оқу тиімдеме. Студенттерге поделиться ете аламыз, ссылка жібере аламыз. Сол арқылы мына жерге өз ойларын жазуға болады. Уақыт шектеуін қоюға болады. Және де экранында мына жерлерге, мысалы, кез келген жерге сурет қоюымызға болады, изображение дейді. Текст жазуымызға болады. Өте қарапайым, түсінікті платформа. Өте оңай еще. Тіркелу бәрі. Жақсы, сау болыңыздар.